1 жыл, достар, дәлме-дәл 1 жыл. Осыдан 1 жыл бұрын Ақжүніс жақсылық қызымен бірге танысып, өзімнің отбасыма алған болатынмын пропискаға. Достар, қазіргі таңда осы көлік жайында сіздермен мен толыққанды, яғни 1 жылдағы менің көзіме көрінген батқан, жынымды келтіретін 1-2 немесе 10 шақты минус жайында сіздермен сөйлесетін боламын. Кеттік. Минустары жайында көліктің алдыңғы бетінен бастауды жөн көрдім, достар. Бұған себеп ретінде клиренсі мен үшін төмен болып табылатын бамперді өткен жылы жазда келіп, байқамай темірге ұрып алған жағдайым бар. Жолда неғып жатқан темір екен мен де түсінген жоқпын расымен. Жарайды, оны қойшы. Бампер кетті, бампермен бірге астындағы арнайы қорғаныш қаптама. Бұл Қытайда жасалған стекловолокно сияқты бір зат, білмеймін, пластик араласқан. Оны да жыртып жіберген жағдайым бар. Міне 1 жыл болды. Сапасы өте керемет екен. Бампер ешқандай айнаған жоқ, жыртылған жоқ. Тек қана осылай кіріп кеткені болмаса, және оның астындағы мынау ойнап тұрған зат 1 жыл болып қалды. Түспе де басқа болмады. Радиатор торы. Радиатор торына келетін болсақ, мына жердегі радиатор торларының әрқайсысының көзі ірі болғандықтан, ашық болғандықтан, мүмкін ауаны көбірек демалсын деген шығар қытайлар. Бірақ бұл маған қатты ұнай бермейді, себебі ар жағындағы радиатордың жағдайы жаман болып кеткен ғой, бір сөзбен айтқанда. Бүгінгі түсірілім үшін мен арнайы көлікті жумай, кір қожалақ күйінде алып келдім десем болады. Оған себеп ретінде сіздерге мен ескі қапталдарындағы жылдар бойы жиналып қалған кірді көрсеткім келеді. Яғни 1 жыл бойы жиналған десем болады. Қараңыз, көліктің аркасы толыққанды мына жердің барлығының кір қожалақ күйінде тұрғаны бар. Ал көлік бұған дейін неше рет жуылды, мынаны ешбір шүберекпен сүртіп кетіре алмадым. Жай осы жерге сізге өзінің ағаштың сүрегі секілді жылдарын көрсететін сызықтар пайда бола береді екен, достар. Сонымен қатар багаж қақпағының қапталдарын қарасаңыз, үнемі жел, шаң, тозаң болатын біздің елді мекендерде мына жерге арнайы түрде сізге қоқыстарды жинап беріп отыратын болады үнемі. Яғни бұл ешқайда кетпейді. Білмеймін, қай жерлерден кіріп кететінін. Есіктің қақпағы жабық сияқты, бірақ кіріп жатыр. Демек, әр көлік жуған сайын осы жерлерді арнайы түрде сізге жуып шайып тұру керек болады. Оның себебі әрбір жиналған қоқыс келесі кезекте әрбір жерге жиналып, сол жерде коррозияның ошағына айналуы мүмкін. Себебі органикалық зат пен бейорганикалық заттардың қосындысының нәтижесінде деп білемін мен. Салонға отырғанда аяқ киімді осылай сыртқа шешіп кетуді жөн көремін, достар. Неге десеңіз, сырттан қосымша қоқыс алып келгім келмейді. Яғни салонда үнемі қайдан екен белгісіз шаң, тозаң өріп жүреді. Қарашы мына жерде барлығын. Фильтрлерді мен осы уақытқа дейін 2-3 рет ауыстырдым. Түрлі брендтердікін ауыстырып көрдім. Бірақ бәрібір де шаң, тозаң қайдан кіріп жатқанын білмеймін. Үнемі іші осылай шаңданып жатады. Бұл да бір үлкен минус. Сарыарқа немесе алюр екеуі келісіп алып, мына жерге тышқан, жарқанаттар ұя салып кетсін деп арнайы орын қалдырған секілді. Бұның мақсаты неде? Мына жерге қоқыс жиналып, ертеңгі күні тезірек коррозия болып шіріп кетсін деген мақсатта ма, жоқ әлде басқа ма? Мен онда түсіне алмадым. Бұл да бір үлкен минус мен үшін. Ал мынау бүгінге дейін, яғни 1 жыл бойы капот асты су көрмеген деген сөзді білдіреді. Яғни бүкіл көшедегі шаң, тозаң, тас томалақтың барлығы және қаңбақшал да осының ішіне кіріп кете алатын мүмкіндігі бар деген сөз. Мына тұрған резеңке ешқандай да шаң тозаңнан қорғамайды, достар. Яғни капоттың асты үнемі осындай лас болып жататын белгісі. Онымен қоса, достар, мына бір қапталдардан қуыстарды неге бекітіп қоймағанын мен түсіне алмадым. Үнемі ол жерге жапырақ күздің күндері, жаздың күндері шаң топырақ барлығы осы жерге кіреді, ертең күні жаңағы айтқан органикалық заттар мен бейорганикалық заттардың қосындысында шіруге айналады деген сөз. Дайын болыңыз. Қазір бәріміз шеттерімізден блогер болып бара жатырмыз ғой, достар. Сол секілді бір блогердің айтуы бойынша мына жерден жел қатты азынап тұрып ұрады дегені бар еді. По трассе вот оттуда. Вот так. Свистит вот так. Молодец, лайк. Расымен, 90 шақырымнан асқаннан кейін мына жерден білмем қай жақтың желі келіп ұратын, шақпақтың ба, северный, бүкіл Атлантиканың желінің бәрінің дауысы осы жерден келеді. Дәл осылай. Достар, арнайы Қытай 1 жылда шіріп, түбі тесіліп, жолда кетіп бара жатып, орындығымен бірге түсіп қаласың дейтіндер үшін эстакадаға шығып, ерінбей мен сіздерге астын көрсетуді жөн көрдім. Бір рет осылай шолып өтейік. Ал енді жеке-жеке тоқталатын боламыз. Қараңыз, мұнда мен нағыз бір минус деп атар едім, үлкен минус. Заводтан шыққан кезде мынау жапсырманы, яғни қорғаныш қаптаманы қоймай жіберу бір кішігірім қателік па, жоқ әлде ұяттау тірлік десем болады. Неге? Өйткені
бір 15 мың теңгенің әңгімесі мына металл. Себебі мен өзім Каспийден заказ беріп, соңынан осыны орнатқан жайым бар. Егер бұл болмаса, мына жерде толыққанды қазір біз қозғалтқыштың астын көретін едік. Қозғалтқыш, коробка барлығы осы жерде көрініп тұрады. Және ең бір қауіпті аймағы, мына егер қорғаныш металл болмаса, дәл осы жерде селекторден түсетін, яғни қораптан түсетін, мына жерде арнайы бір трос, кабель барлығы мына жерде салбырап тұратын еді. Дәл қазір мына қаптаманың арқасында ол кішкене жинаққа тартылып тұр. Яғни кез келген уақытта ұмытпайық, клиренсі өте төмен болғандықтан, яғни мен үшін төмен болғандықтан, жаңағы айтқан біздің кабель, трос не болса да жердегі жатқан затқа ілініп қалып, апаттық жағдай болуы мүмкін еді. Бірінші минус. Келесі, мен мында астынан байқағаным, біз барлық жерін, яғни антикормен, яғни коррозияға қарсы арнайы химиялық қоспалармен барлық жерді бірдей жасалмаған десем болады. Мысалы, мына жерлер ашық, лонжерондарда кейбір жерлер осындай ашық, мына бір жерлер ашық, толық. Мына бір жерлер ашық. Кейбір жерлерін ғана жасап шыққан антикормен. Мына бір жерлер ашық. Тағы қай бір. Мына бір жерлер тоже ашық міне. Яғни кейбір жерлерді ғана антикормен қаптап шыққан. Себеп реттеп қойған. Оған да рахмет. Кейбір қытайлық көліктерге қарағанда, жолында ең азында бір қабат болса да, аз-маз, өте аз-маз әр жерден сеуіп шыққан бар екен. Достар, егер аспаларынан қандай да бір коррозияның белгісін байқасаңыздар, пікірге қалдырыңыздар. Мен қазір 1 жыл болды, міне ешқандай коррозияның ізін байқап тұрған жоқпын мұнда. Мына артқы аспасы, алдыңғы аспадан да дәл сол секілді ешқандай коррозияның ізін мен көріп тұрған жоқ. Бар болған осы. Қорыта келе, достар, мен айтып жатқан минустардың барлығы мүмкін біреу үшін минус шығар. Дәлірек айтқанда осы көліктің хейтерлері үшін. Бірақ маған бұл ешқандай да минус емес. Мұны уақытылы тек қана техникалық қызметін көрсетіп, жанашырлықпен ақжүністі өз дегеніне жеткізіп апарып алып келіп жүрсең, ешқандай да проблема туындамайтынына мен сенімдімін. Бастысы, кез келген көлікті тізгіндеп отырған жігіттер және қыздар өзіңіздің шама шарқыңызға қарап көлікті таңдағайсыз. Және көліктің ешқашан жаманы болмайды. Оның тек жүргізуші, тізгіндеуші адамға ғана байланысты болады. Яғни бүгіндікке осы. Видео ұнаса лайк басып, бөлісіңіздер. Амандықта жүздескенше.